Міне, осы біздің емес. Күшті екен. Айжан, қарнымыз ашып кетті ғой, бар тамақ жасашы. Батыр, мен әлі тамақ жасауды білмеймін ғой, оданша донер жей салайық. Мен тамақ істей алам, жүр Айжан, сен маған көмектес. Рахмет. Ал астарың дәмді болсын, жей қойыңдар. Мә, тура менің мамамның тамағы сияқты ғой. Қойшын ба? Я, мамамыз жасаған тамаққа қатты ұқсайды екен. Ұрыстап жей алайық, Айжан. Жақында маманың тамағын жей алмайтын сияқтымыз. Неге олай ойлайсың? Олар скоро ажырасайын деп жатыр. Онда сендерге кім айтты? Примерно түсінікті, постоянно ұрсатылар. Соңғы уақыттар даже күнде ұрсатын болды. Папамыз всегда жұмыста, сол үшін мамамыз ашуланады. Енді әкелерің сендер үшін тұрсады ғой, киімдерің бүтін, қарындарың тоқ болу үшін. Сен тура папам сияқты айттың ғой. Сонда сендердің ата-аналарың үнемі қастарында жүру керек пе? Жоқ, просто анда-санда семьясына көңіл бөлсін дегісі келген ғой. Я, Айжан? Енді олардың әкелері өз-өзін құрбан етіп сендерді жақсы көргендіктен жұмыс істеп жүр ғой, сонда ұмытпасаңдаршы. Сендер өскенде тура біздің мамамыз, папамыз сияқты боласыңдар. Қызық, Батыр мен ойлағанында ересек екен. Ойлаған жоспарының бәрі үлкен адамдікіндей. Қай жанда сондай екен? Шамасы, сен шынымен де дұрыс айтатын сияқтысың. Мен балаларымды мүлдем танымайды екенмін. Кажется, сен ғана емес, мен де сондай сияқтымын. Енді не істейміз? Білмеймін, бар білетінім бізге тезірек ересекке айналу керек. Бізге срочно қалай қайтадан ересек болатынымызды ойлануымыз керек. Сиқыршы баланың не деген есінде ма? Қашамыз бала сияқты боламыз, сол кезде ересекке айналамыз. Сол сиқыршыға айту керек еді, шамал ойын түсініктіре жеткіші жақсы болар еді. Тоса тұрш, мен түсінген сияқтымын. Бәлкім біз балалармен көп уақыт өткізсек, және олар түсінуге тырыссақ, қайтадан ересекке айналатын шығармыз. Онда былай жасайық. Сен күні бойы Айжанның жанында, ал мен болсам күні бойы Батырдың жанында жүрейік. Сол кезде бала болуды қайтадан үйренетін шығармыз. Айжан, сенің армандарың бар ма? Менің арманым бар, бірақ оны ешкім түсінбейді. Мысалы, қандай? Мен актриса болғым келеді, бірақ үйдегілер оны қаламайды. Дұрыс қой, актриса деген сенімсіз мамандық. Лучше тұрақты, жақсы мамандықты үйренген дұрысырақ. Егер үйдегілер актриса болатынды естісе, тура сен сияқты айтатын шығар. Әлі баласың, ой, әлі баламыз ғой, түсінбейсің. Сен өскенде кім болғың келеді? Программист болғым келеді, бірақ папам оны білмейді. Неге айтпайсың? Программист деген жақсы мамандық қой. Папаңа айтсаң, ол сені түсінбей ма? Папам ба? Ол всегда жұмыста, даже бізбен сөйлесуге уақыты жоқ. Ал сен не үшін программист болғың келеді? Егер мен программист болсам, ақшаны көп табам. Егер бізде ақша көп болса, менің әкем бізге көп уақыт бөледі. Ал сенің болашақта қандай армандарың бар? Қазір айтсаң күлесің. Айтсашы енді. Болашақта сен сияқты балам болғанын қалаймын. Мен сияқты? Неге мен сияқты? Білмеймін, ойыма келген сол. Сен сияқты ұлым болса, мен әлемдегі ең жақсы әке болар едім. Мынау біздің оқып жүрген кино мектеп. Ата-аналар бұл жайлы білмейді ғой, я? Әрине білмейді. Білсе, мен таяқ жеймін ғой. Бұлай сұлу деген қыз, өзі кішкентай болса да өте талантты. Кешірді жоғым, бірақ менің әкем сенімен кездескенде қарсы. Түк етпейді, мен сені алып қашып кетем, маған ешкім кедергі болмайды. Қазір олар Жәнібек екеуі съемкаларына дайындалып жатыр. О, сәлем Жазира. Сен де Айжанмен бірге осы курсқа қатысасың ба? Сен кімсің? Сәлем Айжан.
сен не оны танисың ба? Иә, сырттай танимын. Сендер не ұрсып қалғансыңдар ма? Бұрын ол мен ең жақын құрбым болған. Мамам оны өз қызындай көретін. Бірақ екеуміз ұрсып қалдық, содан достығымыз бұзылды. Сонда сендер қазір құрбы емессіңдер ма? Қашаннан бері? Уже 1 жыл болды. Бір-бірімізбен сөйлеспейміз. Барлықтарыңа сәлем. Жүр анда отыруға. Қалдарың қалай балалар? О, бізге жаңадан қыз қосылған ба? Я, бұл менің жаңа құрбым. Аты Жайна. Ол да өз бағын сынағысы келеді. Жақсы, біздің киношколымызға қош келдіңіздер. Ертең бізде көптен күткен веб-сериалымыздың съемкасы басталады. Мен осы киноның режиссер боламын, ал Балжан толығымен оператор болады. Мен что-то Айоруды көрмей тұрмын. Оның ертең түсетін сценалары бар еді ғой. Не келмеген? Апай, ол бүгін кешіп келем деді. Все, онда съемкамызға дайындала берейік. Программист боламын деген арманың маған ұнады. Білесің бе, мен жас кезімде өзіме ағаштан неше түрлі нәрселер жасағанды ұнататынмын. Өзіме мебельный цех ашқым келетін. Бірақ өсе келе арманымнан бас тартуға тура келді. Ақша табу үшін. Өсегелер деп бір шалдар сақтайтын ғой. Сен ойнайырмыш ана телефонмен. Шамалы қойсай, программалауды да үйрен. Ал мен даже программист боламын деп қоям. Бір қызбен танысуға батылым жетпей жатыр. Ей, қыз. Біздің Бакуштың қызы бар ма не? Сен мені Бакуш дедің бе? Қызық, мен папам солай айтатын маған. Чо? Кім ол? Қай қызға ғашық болып жүрсің? Не, ана қыз, ол негізі біздің мектебімізде оқиды. Сен неме өз мектебінде оқитын қызбен әлі танысамай жүрсің бе? Ұяламын мен, оның жанына барсам, не айтарымды білмей қаламын. Таныс жағдай. Сенің де сондай болатынды кім білген? Түсінбедім. Жай, еш нәрсе емес. Таза тұрмыз екенсің ғой. Мен ұяламын мен танысуға. Жүрем сөйтіп ұялып. Сен ұялып жүргенде жанына өзіне күшті жігіт тауып алатын болды ғой. Не істемейді онымен танысуға күшім жетпесе. Өй, енді өзің таныса. Ей, болды, өзім танысам. Бәсе, өйстіп айтпайсың ба сразу? Есіңде болсын, қыздар өзіне сенімсіз жігіттерді ұнатпайды. Так что оның жанына барғанда ол уверенно сөйлес, ұқтың ба? Не айтам енді мен оған? Ол сені жек қоймайды ғой, адаммен сөйлескен сияқты спокойно сөйлес. Жақсы түсіндім. Егер танысатын болсаң, қасындағы подружкасының жігіті бар ма екен сөйлесе? Че, ұнап қалды ма не? Әдемі қыз екен, аты да әдемі. Бірақ мен танысатын болсам, сен сияқты 10 жыл созбаймын, барам да таныса салам. Мен бұрын сен сияқты ұялатынмын қызбен танысуға. Бірақ менің мықты ұстазым болды. Сол ұстазың саған қалай үйретті? Айтшы енді. Сен ұнататын қыз сұлу екен. Саған просто оның қасына барып, таныса салу керек. Енді не істеймін, конкретно айтшы. Бар да танысшы, уақыт алмай. Батыр. О, привет, Медина, қалайсың? Давай, Бакуш, папаң сияқты тұрмыз болма. Сәлем, қалайсың? Әйтеуір дегенде менімен танысуға духың жетті ма? Немене, сен білесің бе не? Бүкіл район сенің менімен танысқың келетінін біледі. Және сенің досың қатты сөйлейді. Егер де білсең, жақынырақ танысайық та. Сен менімен сөйлесуге бұрыннан бері ұялып жүрсің. Ал мен өзіне сенімсіз жігіттерді ұнатпаймын. Сен мұнда не істеп жүрсің? Жай мен өтіп бара жатып, сені көріп, потом кофе ішкім келіп кетті. Кез келген таңдасаң болады. Айтпақшы, саған рахмет. Өткенде арыз тискенде сен оны тоқтаттың. Шын ба? Онда сен ұнайтын шығарсың. Оғанда тағы біреу мені ұната ма? Иә, ой, жоқ, ой. Короче, кофе берші. Сен менімен таныстың келіп жүр ғой, мен оны білемін. Онда бір күні киноға көрсе қалай қарайсың? Жақынырақ танысамыз. Білмеймін, міне сенің кофең. Жоқ, қалай болды? Жаман болды, ол бәрін біледі екен. Че там, не болды? Сенің ақымақ кеңестеріңнен ол мені вообще таныспайтын болды. Өй досым, сен де оған ұнайсың. Просто қыздар сондай болады, бірден я дей салмайды. Қорықпа, қыздар үстінде болады, басында өзінше болып қарамайды. Бірақ менің бір нәрсе түсінгенім, сен де оған ұнайтын сияқтысың. Солай ма? Қарасай, өзі жазып қойыпты, көреміз. Папамыз всегда жұмыста, мамамыз сол үшін ашылған.
Енді әкелерің сендер үшін тырысады ғой, сендердің киімдерің тоқ болып. Бұрын онымен мен жақын құрбым болған. Екеуміз бірге ойнайдық. ойна. Айтпақшы, Арыс, саған рахмет. айтпақ.